Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 2022-2023 оқу жылы мемлекеттік стандартқа сәйкес 36 апталық оқу жылының ұзақтығы енгізілді. Осыған орай, үлгілік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларында әр пән бойынша максималды оқу жүктемесі анықталды. Мысалы, 1 сағаттық апталық оқу жүктемесі бойынша жылдық оқу жүктемесі 36 сағатты, 2 сағаттық апталық жүктемеде 72 сағатты, ал 3 сағаттық жүктемеде 108 сағатты құрайды. Мектептердің 5 күндік аптаға ауысуына байланысты сенбі күндері орындалған оқу жүктемесін басқа күндерге ауыстыру қажеттілігі туындады. Бұл оқу жылының ұзақтығын 36 аптаға дейін ұзартудың арқасында мүмкін болды. Оқу жылының ұзақтығын ұлғайту, оқу материалын оңтайландыруға, күрделі тақырыптарды бекіту, қайталау үшін қосымша сағаттарды бөлуге, білім алушылардың оқу жүктемесін. Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу дать небольшое разъяснение касательно увеличения продолжительности учебного года до 36 недель. Согласно ГОСО, продолжительность учебного года в первом классе составляет 35 учебных недель, во втором, 11 классах 36 учебных недель. Исходя из этого, в типовых учебных планах и программах определена максимальная учебная нагрузка по каждому учебному предмету. Так, например, при недельной нагрузке 1 час годовая учебная нагрузка составляет 36 часов. При нагрузке 2 часа в неделю годовая учебная нагрузка составляет 72 часа. И, соответственно, при 3-часовой нагрузке годовая нагрузка составляет 108 часов. Переходом школ на 5-дневную неделю возникла необходимость перераспределения учебной нагрузки, которая выполнялась в субботние дни, на другие дни. Это стало возможным за счет увеличения продолжительности учебного года до 36